Қайырлы күн достар. Бүгін біз медовый торт пісіреміз. Оған керек заттар: 100 грамм медті неге қойып газға қоямыз, плитаға. Соған без горки ас содасын саламыз. Астын жайға қойып ерітеміз. Міне жайымен түсі өзгеріп жатыр. Әдемі түс болғанша осылай жайлап былғаймыз. Бұлғап тұрамыз осылай. Бізге мына түс жарайды. Енді май саламыз, 100 грамм. Сливочный май. Кастрюлеміз. Май мен балымызды әбден араластырамыз. Оны осылай қоямыз, суып тұра берсін. Үш жұмыртқаны миксермен бұлғап аламыз. Çayını 100 gram şeker koyalım. Çimçim tuz. Енді осыған мана ерткен қосамыз мед. Мед, май, сосын 1 чайная ложка ас содасын қостық. Соны араластырамыз.
Не араластырдық. Енді осыған 180 грамм ұн қосамыз. Духовкада 170 градуста 2-3 минуттан пісіріп аламыз. Қарап қоясыздар. Міне осылай жағып аламыз. Сосын пешке қойып жібереміз. Осылай езіп аламыз. Достар, міне біз коржықтарымызды пісіріп алдық. Міне менде 10 штук шықты. Мен қосымша тағы істеп жасадым. Егер қосымша істемесеңіздер, жаңағы рецептпен 6 штук шығады. Сосын мынандай үгітіп алдым. Бір коржықты алып, жан жағын қалғанын алып үгітіп алдым. Енді кремін жасаймыз. Заварной крем жасаймыз бұған. Жақсы келеді заварной крем. Оған керек заттар. Кремге 2 жылток, сосын 200 грамм шекер, 15 грамм ұн, 15 грамм крахмал. Сосын араластырамыз. Ванилин қосамыз. Бір литр сүтті газға қойдық, ысытуға. Қайнатпаймыз, бірақ қайнағанша дейін жеткіземіз. Бұлай тұрады, ана сүт ысығанша. Бір литр сүтіміз ысыды. Енді соған жайлап құямыз. Қайнатпаймыз, ысытамыз.
осылай бұлғап аламыз да әбден. Сосын газға апарамыз, плитаға қоямыз. Міне газдың астын жақтым. Енді осылай бұлғап тұрамыз. Мына қоюлану керек, крем болу керек. Астын байқаңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Осылай бұлғап тұру керексіздер. Міне біздің креміміз 10 минут қайнады. Осылай 10 минут тоқтамастан бұлғап тұрдым. Қоюланды. Енді 100 грамм май саламыз ішіне. Газды сөндіреміз. Май ерігенше осылай бұлғаймыз, араластырамыз. Кремімізді мынандай ыдысқа ауыстырамыз. Өзінің қайнаған ыдысында тұрса суық болмайды. Сондай бөлек ыдысқа ауыстырып аласыздар да бетін жауып салқын жерге қоясыздар. Крем тағы да кішкене қоюланады сол кезде. Ішінен кремге тегізіп жабасыздар бетін. Енді балконға, салқын жерге или холодильникке шығарып қоясыздар. Тортымызды жинаймыз енді. Міне тортымыз дайын болды.
olmadı. Koyasınız. Ау. Sos.